Ассалаумағалейкум. Қазір бізге Ресейдің экономикалық экспансиясын тоқтату үшін бір-ақ нәрсе жеткілікті. Ресей тауарларына бойкот жариялап, олардан түбегейлі бас тарту керек. Бірақ осы істі жүзеге асыру үшін бізге ең бірінші құлдық санадан құтылу керек. Құлдық сана бар кезде ешқандай тәуелсіз ел болу мүмкін емес. Ал біздің қоғамда әлі де құлдық сана басым болып тұр, өкінішке орай. Біздің қоғамда әлі де Ресейдің тауарлары сапалы деген жаңсақ пікір басым болып тұр. Кейбір кезде жарнамадан естіп қалуға болады. Российское качество деген сөздерді айтып жатады. Ресейдің тауарлары сапалы деген сөздің өзі абсурд. Ресейдің тауары қандай ГОСТ арқылы өндірілсе де, қандай стандарт арқылы өндірілсе де, GMP бола ма, GXP бола ма, бәрібір. Олар қадағалаушы мекемеге пара беріп, кез келген тауарды нарыққа шығара салады. Роспотребнадзор деген сияқты тағы да басқа қадағалаушы мекемелер бәрі жемқорлыққа белшесінен батқан. Олар ештеңені қадағалап жатқан жоқ. Сөйтіп, Ресейдің улы, зиянды, қауіпті тауарлардың бәрі нарыққа шығып, емін-еркін Қазақстанға әкеп сатылып жатыр. Біздің халқымызды сол арқылы улап жатыр. Мысалы, сүт өнімдерін алып қарасақ, Ресейден әкелінетін сүт өнімдерінің бәрін құрамында сүт майын алмастырғыш деген зат бар. Оның не екенін ешкім түсіндіре алмайды. Ол маргарин ба, транс май ма, ол өсімдік майы ма, пальма майы ма, ешкім оған жауап бере алмайды. Оның технологиясы, өндіру технологиясы, оның құрамы үлкен құпия. Оны неден жасайды? Оның адам ағзасына әсері қандай? Бұған жауап жоқ. Соның бәрін Қазақстанға әкеп сатып жатыр. Ресейдің арзан майлары біздің нарыққа келініп, ГОСТ арқылы өндірілген таза сүттен жасалған сары май деп сатылып жатыр. Арзан бағаға. Біз соған алданып, соны алып, өзімізді улап жатырмыз. Енді мен сіздерге қазір нақты бір мысал келтірейін. Қазір жаз мезгілі, бәріңіз білесіздер, жаз мезгілінде көп адамдарда аллергия болады. Мен өзім жыл сайын жазда аллергиядан қатты қиналамын. Көзім қышып, ісіп, қызарып кетеді, мұрным бітеліп, түшкіріп, сөйтіп әбден қиналамын. Қазірде байқасаңыздар, кішкене аллергиям бар, бірақ оған аса мән бермеңіздер. Осы аллергияға қарсы мен кейде дәрі қабылдаймын, кейде витамин қабылдаймын. Витамин болғанда аскорутин деген витамин бар, соны аллергияға қарсы қабылдаймын. Мен оның антигистаминдік қасиеті бар екенін осыдан бірнеше жыл бұрын анықтадым. Содан кейін оны қабылдай бастадым. Күніне 10 таблетка ішіп жүрдім. Ол маған аллергияны таңертеңнен кешке дейін басып тұруға жақсы көмектесті. Мұнда қорқатын ештеңе жоқ, 10 таблетка деген көп емес, өйткені бұл табиғи зат, табиғи витамин, және оның бір таблеткасындағы мөлшері өте аз, небәрі 50 мг ғана. Ол профилактикалық доза. Ал оның емдік әсері болу үшін, аллергияға қарсы емдік әсері болу үшін, оны 500 мг 1 граммға дейін қабылдау керек. Және бұл доза қауіпсіз, да қорқатын ештеңе жоқ. Сөйтіп, сол витаминді мен қабылдап жүрдім, күніне 10 таблеткадан іштім, маған жап-жақсы көмектесті. Енді бір қызық нәрсе айтайын. Басында мен өзіміздің қазақстандық өнімді қабылдап жүрдім. Бізде Алматыда Экосфарм деген компания бар, сол өндіреді. Өкінішке орай қазір қолымда жоқ. Бұл жарнама деп ойлап қалмаңыздар. Бізде Қазақстанда осы жалғыз ғана фарм компания бұл витаминді өндіреді. Кейін ол таусылып қалғаннан кейін мен Ресейдікін сатып алдым. Алтай витамин деген компания өндіреді. Соны сатып алдым. 10 таблеткасын қабылдадым, ешқандай әсері білінбейді. 15-20 таблетка ішкеннен кейін ғана әсері біліне бастады. Сосын мен екеуін таблеткаларын алып салыстырып қарадым. Түстері де әртүрлі, дәмдері де әртүрлі. Бірақ ең бастысы олардың әсері. Ресейдің өнімнің әсері өте әлсіз екен. Содан кейін мен тек өзіміздің қазақстандық өнімді ғана сатып алатын болдым. Бірақ соңғы жылдары біздің аптектер оны сатпайтын болды. Қаладан іздеп жүріп, әрең дегенде тауып алдым. Осыдан 2 жыл бұрын мен осылай бұл витаминді іздеп жүрген кезде бір аптектен сұрадым. Маған Ресейдікін ұсынды. Мен Қазақстандікі бар ма дегенде, иә, бар деді. Соны сұрап алдым. Келесі жол сол жерге барғанда тура сондай оқиға қайталанды. Содан кейін мен сатушыдан сұрадым. Сіздерге бастықтарыңыз Ресейдікін сатыңдар деп әдейі айта ма десем, жоқ дейді. Тұтынушылар өздері сұрайды дейді. Біз басында бәріне қазақстандық өнімді ұсынып жүрдік, бірақ тұтынушылар өздері жоқ, маған Ресейдікін беріңіз деп сұрай берді дейді. Содан кейін біз Ресейдікін ұсынатын болдық дейді. Сонда мен айттым, біздің өзіміздің қазақстандық өнім жақсы емес пе десем,
Иә, біз білеміз дейді. Біздің көптеген дәрілеріміз Ресейдің дәрілерінен жақсы дейді. Бірақ адамдар соны түсінбейді дейді. Оларға қанша айтсақ та бізді тыңдамайды дейді. Жоқ, Ресейдікін беріңіз дейді. Міне құлдық сана деген осы. Осындай құлдық сана бар кезде біз қалай тәуелсіз ел боламыз? Міне мен сіздерге қазір нақты дәлел келтіріп отырмын. Ресейдің тауарларының сапасына сенуге болмайды. Қайта Қазақстанның тауарлары Ресейдің тауарларына қарағанда жақсы. Осыдан басқа қандай дәлел керек сіздерге? Әлі күнге дейін Ресейдің тауарларын алып жүреміз бе? Олардың экономикасын көтеріп, Қазақстанды Ресейдің астына жығып беріп. Бұл біздің жеке ісіміз емес, қандай тауар сатып алу. Біздің жеке қалтамыздың ісі емес. Бұл еліміздің болашағы. Соны неге ойламаймыз? Ресей тауарларына бойкот жариялау керек. Үзілді кесілді. Біздің еліміздің болашағы тікелей соған байланысты. Бәріңіз соны ойлаңыздар. Өз қалталарыңызды ойламай, еліміздің болашағын ойлаңыздар.